Ассалаумағалейкум. Назарларыңызда тарихи танымдық аманат жобасы. 1916 жылы елбасына қара бұлт үйірілгенде, елін жерін қорғап, шыбын жанын шүберекке түйіп, тас шайнап, құм бүркіп, ажалын сепкен аласапыранға атой салып кірген бірегей ерлердің бірі Әбдіғапар Жанбосынұлы туралы бүгінгі шығарылымда баян етсек. Әбдіғапар Жанбосынұлы 1870-1919 жылдары өмір сүрген. Бұрынғы Торғай уезі Қараторғай болысында дүниеге келген. Қазақ халқының 1916-1917 жылдардағы ұлт азаттық қозғалысының Торғай даласындағы басшысы. Әбдіғапар Жанбосынұлының арғы атасы Қара Қыпшақ Қобыланды батыр. Сондай-ақ Жоңғар соғысында Торғай қыпшақтарының қолбасшысы саналған есімі елеулі Тілеулі батырдың ұрпағы. Абылай хан заманында Орда ханы атанған Нияз бидің шөбересі. Әкесі Жанбосын көп жылдар болыстық қызмет атқарған. Анасы Ахмет Байтұрсынұлының әкесінің ағасы Ақтастың қызы Алуа. Әбдіғапар ауылында бастауыш мектеп ашқан. Оқыған тоқығаны мол кісі. Ағаштан ойы ойған шебер. Суармалы егіншілікпен айналысқан дихан. Ақыл парасатымен көпті аузына қаратқан ел ағасы болған деседі. 1916 жылы 25 маусымда Николай Патша Орта Азия, Қазақстан және тағы бір қатар аймақтардан 19 бен 43 жас аралығындағы еңбек жасындағыларды қорғаныс бекіністерін және әскери шептерін жасауға қара жұмысқа алу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жылдың 28 маусым күні Ішкі істер министрлігі мен қорғаныс министрінің бұратана халықтарды тыл жұмыстарына реквизициялау туралы бұйрығы Қазақстанға телеграф арқылы жеткен. Міне осы кезден жаңағы жергілікті болыс билер, яғни адамдардың тізімдерін жасай бастайды. Тізімдер жасаған кезде бұндағы енді нақты көрсететін нәрсе, яғни бұл кезде 18 жасқа толмаған жастарын үлкейтіп, 43 жастан асқандардың жасын кішірейтіп, яғни халықты адам алу жөнінде мәселе қозғай бастайды. Бұған наразы болған халық осы кезінде жиналып, үлкен қозғалыстарға ұласа бастайды. Сол жылы шілде айында майданға қара жұмысқа адам алу мәселесімен губернатор Эверсманның Торғайға арнайы келуі де өзде үлкен дүрбелең туғызды. Губернатор Эверсмен уез бастығы Гарф қатысқан бұл жиынға 13 болыстан өкілдер қатысқан. Оның ішінде Арғыннан Иманқұлдың Әбдірахманы, Найманнан Есмағамбет, Қыпшақтан Амангелді Иманов қатысқан делінгенде деректер бар. Әйткенмен губернатормен жүргізілген келіссөздер өз нәтижесін бермеді. Осылайша патша өкіметінен және жергілікті жандайшаптардан түңілген халық тығырыққа тіреледі. Ел басшылары құрылтай шақырып, 13 болыстың өкілдері жиналады. Құрылтайда маусым жарлығына қарсы көтерілген халық шешімі бойынша 6 болыс Арғын, 6 болыс Қыпшақ, 1 болыс Найман елін басқаратын ел басшы хан сайлауды мақұлдады. Сол халықтың ішінен Оспатпа Қаратабанынан Қыпшақтан Әбдіғапар Жанбосынұлын қаңғып сайлаған, Торғайдан Шолағұл Оспанды сайлаған, сосын Арғыздан Айжарқын Қанайыл деген кісіні сайлаған. Бұлардың негізгі мақсаты осы көтеріліске халықты жинап, әскер жинап беру, және оны атпенен басқа да керек жарақты қарумен қамтамасыз ету болған. Әрине, ол кезде қаншама әскерге азық түлік те қару жарақты тауып беру оңай емес еді. Қоғалы көл деген жерде ақ киізге отырғызып, Қыпшақтың хан етіп Әбдіғапарды сайлаған ел халық қалаулысына толықтай сенім артты. Қыпшақтың балалары қаңғып көтерді. Қаңғып көтергенде, Құдай бергенде ала жылқы сойған екен дейді. Сонда бір бәлгерлеу, бақсылау кісі айтты деп апырмай, ағайының арасы ала болмаса бәрекенді, ала жылқы сойылмау керек еді. Көк қасқа бие сойылу керек еді деп. Елді бастар әмірлерді сайлағаннан кейін төңіректен қалың ел қадірлі ерлердің қасына жинала бастайды. Басында қарақұрым топ болғанымен көп түкірсе көл дегендей, жинала келе үлкен әскерде құралынып қалған еді. Сол әскерлер бұрынғы ескі тәртіп бойынша 10-дық, 100-дік, 1000-дыққа бөлінген. Әрқайсысын басқаратын өзінің 10 басы, 100 басы, 1000 басылар болған. Сонымен қоса хан кеңесі болып, бұны басқаша әскери кеңес деп айтады. Бұл кеңестің шешімінсіз ешқандай соғыс әрекеттер де, сонымен қоса жай шаруашылықтар да жүргізілмеген. Осы ханның
бұйрықтарын, үкімдерін тарататын қызыл бекеттер орнатылған. Сол ханның бұйрықтары заңды болу үшін ханның өзінің арнайы мөрі болған, сол мөрі басып отырған. Әбдіғапар хан деген атақтың шыңғыс әулетінен шыққандарға ғана тән дәреже екенін жақсы білетін. Сондықтан да қарадан шығып хан атанғанына ризашылығын білдіреді де өзін әмір атауды жөн көреді. Сөйтіп халық хан деп атаса да, Әбдіғапар әмірлікке қанағат жасады. Осылай деп қағаздарына қол қойды және өзінің мөріне Торғай өлкесінің әмірі деп жазғызды. Тыныш жатқан ел дауыл тербеген теңіздей толқыды. Атқамінер ерлердің соңынан жаным арымның садағасы деп берді. Бұл көтеріліс оңайлықпен басылмайтындығын әубәстан-ақ аңғартқан болатын. Сөйтіп Торғайды бағыт қалып, Шолақсай бойымен жүретін әскерлер тобын қарсы алуға Садуақас Жанбосынұлы мен Досанбей Қарабайұлы Наурызым болысынан мыңдай сарбаз жинайды. Әскердің келуіне қарсы келген Амангелді мен Кейкі осы сарбаздарға бас болып соғысқа кіріседі. Қаңтардың 13 күні таңертең Шошқалы қопасының тұсында әскерді атыспен қарсы алады. Әйткенмен зеңбірекпен және винтовкамен қаруланған патша әскері шеп құрып беріле қоймайды. Көтерілісшілер шегінуге мәжбүр болады. Осы бір күні сарбаз басшылары үлкен айла жасайды. Әскердің ертеңгі жолын болжап, сарбаздарды түнделетіп, төте жолмен тездетіп, Күйік қопасына жеткізіп демалдырады. Күйікте Қостанайдан шыққан жазалаушы отряд басқарып келе жатқан полковнигі бар. 300-ге жуық адам дейді. Енді қазір біздің анық қолымызда нақты документ жоқ. Солар сол Күйіктің қопасына жақындағанда бұлар өздерінің барлаушылар арқылы Қостанайдан жігіттерді тілектес адамдар хабарлаған осында шықты деп. Сол барлаушылар арқылы жаңағы Күйік қопасының алдында бұлар аңдыған. Бұл аңдушы топтың басы қасында Амангелді мен Кейкінің өзі болған деседі. Қопаның арасынан алғашқы атылған Кейкінің оғы жазалаушы отрядтың басшысын жер жастандырады да, қалғандарының жапа тармағай атқан оғы алдыңғы қатарда келе жатырған әскерді қан қақсатады. Осылайша олар басшысынан айырылып және бұл жерде жасырынған үлкен қол бар екен деп ойлап шегініп кері қайтады. 1916 жылы 21 қазанда қазақ халқына қорлық көрсеткен Ткаченконың әскерімен Татыр көлінің бойында көтерілісшілердің арасында кескілескен шайқас болды. Мына жерде 500-дей казак әскері өздерінің арбаларын қорған қылып, зеңбірекпен винтовкамен көтерілісшілерге шайқас салды. Бұған дейін әбден қазақ халқына қорлығы өткен Ткаченкоға өшіккен көтерілісшілер арнайы Шұбалаң, Аққұм, Қарақоға болыстарынан жиналып, әскерлер мына Алқау сайында жасырынып арнайы күтіп тұрған болатын тұғын. Бұл көтерілісшілердің басы қасында тынымның омары, қабақтың карбозы болатын. Бекдайын Қайырбекден 13-14 жасар балам, әлгі жаңға қаппасын ана белгінің жанында қой бағып бірін, менің жанына солдаттар өтті дейді. Мен бала бесесім, маған тиген жоқ дейді. Ана адамды, мына жердегі адамдарды көргесін, мына ойға түсті, мына жерге кеп жатты дейді. Бұл арада Амангелді болған жоқ дейді. Амангелді мен Кейкі болғанда ілі қолға сүретін, ылғи оқымаған жас балдар манағы тозы дейді, бізге айбат жеткен жоқ. Міне осы кезде сақтықпен жылжыған Ткаченко, яғни 500 солдат казагымен Татардың басына жақындайды. Татардың басына жақындаған кезде жаңағы жасырынған сарбаздар оқ ата бастайды. Өйткені бірыңғай шиті мылтық аңшы қаруымен қаруланған сарбаздардың оғы казактарға жетпейді, дарымайды. Міне осы кезде олар жаңағы арбалардан шеп тұрып алып, қарсы соғысқа шығады. Татыр бойындағы молаларды ықтаған көтерілісшілер алыстан атқылап, жазалаушылардың ауанын аңдып көреді. Әйтсе де патша әскерінің алыс қашықтықты бағындыратын отты қарулары сарбаздарға дөп тиіп те жатқан еді. Міне осы уақытта жаңағы топталып не істерін білмей шаба алмай тұрған кезде орталарынан қоян қашады. Қоян қашқанда біздің қазақ ол қоянды ырыс деп ойлап, жаңағы сарбастар қуа жөнеді. Қуа жөнелгенге жаңағы атты казактар, бұлар қазақтар қаш деп үстерінен бұларды тұра шабады. Сол кезде екі ортада қоян қолтық басталып, яғни 21 қазан күні түстегі сағат 12:30-нан кешкі сағат 4:30 аралығында бұларда үлкен қоян қолтық шайқас болады. Шайқас болғаннан кейін кеш қараңғы түсімен Ткаченко азғанда әскерімен Торғайға өтіп кетеді. Бұл жаңағы кейінгі зерттеулерге қарағанда сол кезеңде жаңағы Татар шайқасында 30-дан тарта сарбаз қаза тапты дейді. Олардың казактардан 3 солдат, ал кейін 3 солдат осы Торғайға келгенде қаза табады.
Ал енді сол кездегі сарбаздар, көтерілісті жасаған сарбаздар 5 винтовкамен 2 арбаны қолға түсіреді деп мәлімдейді. Жақсы қаруланған жазалаушы отряд көтеріліс сарбаздарынан біршама қарсылық көргеннен кейін торғайға қарай бет алыстары бәсеңдейді. Жолда шұбаланға соғып, елге зорлық зомбылық жасаған. Осылайша ақ патшаның жазалаушы отрядының жауынгерлері су жарған шұбалаңды басып өтіп, Торғай гарнизонына қосылған. 22 қазанда Әбдіғапар Жанбосынов, Амангелді Иманов, Оспан Шолағұлы, Қасымхан Алтынсары бастаған 15 мың көтерілісші Торғай қаласын қоршауға алды. Қаланы қоршау бірнеше күнге созылды. Осы сәтте көтеріліс қатысушыларынан ұрпақтарының естіген естеліктері де бар. Әбдіғапар деген кісі енді бастап барған ғой жаңағы. Ол кісі сол ат бар, аттың үстінде аты дейді, атын суреттейді енді Әбдіғапардың. Жирен аты бар екен дейді, жирен. Жирен деген аттың түсі болады дейді. Жалы деген прям төгіліп тұр дейді. Аттың жалы тұрғанда. Әбдіғапар қолында жалау бар, аттың үстінде тұрғанда жалау ұстағанда жалаудың несі биік, бірдей болып тұр дейді. Аттың үстіндегі адамменен жалаудың несі. Соны жалауды ұстап тұрып, ерсілі-қарсылы оғысы жүрген ғой. Атқыштарын бақылап, мергендерін. Сонда дейді, жаңағы кісіге оқ тимейді. Патша әскерінің жан-жақтан бытырлай атылған оғы Әбдіғапарға маңымауа кездей соқтық па? Әлде тылсым күш пе? Сол күні кешке дейін атыс болып, дуанды ала алмаған бұлар. Sonra кешке жиналып, қосымыз бар дейді, қосқа келіп, кеш әбден қараңғы болғасын. Сосын отырып әңгімені құрап, солдаттар аман. Содан Әбдіғапардан сұрайды ғой. Әбеке, сіз осы мана аттың үстінде тұрып, айнала жүрдіңіз, оқ тимейді. Бұл қалай? Деп сұрайды ғой енді отырғасын. Қарақтарым. Мен оқыған адаммын арабша. Оның дұғасы бар. Оқты тартпайтын. Сол дұғаны әрқайсысы біліп алуың керек. Деп сол дұғаны үйретті дейді, мана сарбаздарына. Мүмкін, әйтеуір бір тылсымның бар екені рас. Бәлкім, елді бастаған ерлеріне деген елдің сүйіспеншілігінен туған аңыз да болар. Алайда, әр аңыздың астарында бір шындықтың бары да әммеден белгілі. Ұлт-азаттық көтерілістің ең шешуші шайқастарының бірі 1917 жылы 22-23 ақпан күндері Доғал қопасы мен Үрпек қонысы аралығында болған. Бұл кезеңде көтерілісшілердің негізгі күші Торғай қаласынан 150 шақырым қашықтықтағы Батпаққара елді мекенінің маңындағы Жалдама, Торғай өзендерінің бойына орналасқан еді. Ал екінші бөлігі Торғай қаласынан 140 шақырым жердегі Жыланшық өзенінің бойына, үшіншісі қаладан 80 шақырым қашықтықтағы Перовск жолының бойында топтастырылған. Торғайдағы көтерілісті бір жолата басу мақсатымен арнайы ұйымдастырылған генерал-лейтенант Лаврентьев басқарған жазалаушы отряд құрамындағы полк және Тургенов басқарған 13-ші орынборлық казак полкі Торғай Жыланшық өзендерінің бойындағы көтерілісшілерді жоюда мақсат етті. Полк құрамында 6 казак жүздігі, бір атты батарея взводы, бір жаяу әскер батареясы взводы, 6 пулемет, 4 зеңбірек болды. Бұл қарулы полк 18 ақпанда Қарақоға болысының 6 ауылынан 21 ақпанда Құмкешуді басып алып Батпаққараға жетті. 22 ақпанда Доғал аңғарында көтерілісшілерге қарсы соғыс басталды. Негізгі Әбдіғапар мен Амангелдінің қолы осы мына өзеннің екі жақ бетіне, бүкіл келе жатқан патшаның әскеріне қарсы мынау сайдың жарғабаққа мергендер орналастырған деп айтылады. Ал әскерлерді бәрі, осы жердің барлығы да қопа, қамыс болған.
әскерлердің барлығы да осы қамыстың арасына өзеннің үстінде, мұздың үстіне жасырылған. Әбдіғапар хан мен Амангелді Иманов бастаған көтерілісшілер Тургеневтің осы қарулы полкіне 20 000 сарбазбен қарсы тұрды. Олардың қатарында білтелі мылтық, бердеңкелермен қаруланған 200-дей мергендер жасағы болды. Қалғандары айбалта, қылыш, найза, шоқпар ұстанған атты сарбаздар еді. Шайқас қарсаңында өткізілген соғыс кеңесінің ұйғаруы бойынша қолына қару ұстамаған ел түгел дерлік қырдағы қопаларға көшірілді. Арнайы соғыс жоспарына сай Жалдама, Сымтас өзендері бойын Қараторғай, Көртоғай, Сарыторғай болыстарының Сарғопа, Мұқырды 1 наурызым, 11 наурызым болыстарының Қарасу, Доғал, Сорбұлақты, Қараторғай, Қайдауыл, Аққұм болыстарының сарбаздары мен Көкшетау, Әулиеата, Түркістан, Ақтөбе, Байқоңыр, Қарсақбай, Атбасар, Жаңағала, Ақмешіттен келген көтерілісшілер қорғауға тиісті болды. Сорғұдық, Кемер, Тоқанай бойын Қарақоға, Тосын, Шұбалаң болыстарының сарбаздары қорғады. Осы Доғал шайқасында патша әскеріне ең бірінші шабуылдаған кезде тарихта біздің Бөгетбай ағамыздың, Ізтай Мұхамеджанов ағамыздың, тағы да басқа біздің осы тарихты жазушы ағаларымыз бұрынғы, олардың айтуы бойынша патша әскері мына өзеннің екі жақ жиегімен шабуылдаған, көтерілісшілерді қоршауға тырысқан. Сол кезде 200 мерген анталай ұмтылған патша әскеріне қарсы оқ жаудырғанда біразы оққа ұшып, сол жерде патшаның әскері сәл тойтарылатты, арғаратта шегініп, олар оқ жетпейтін жерге барып, сосын зеңбіректермен осы мынау қопаның арасын, мынау жерде мұздың үстін атқылай бастайды. Осы жерде біраз сарбаз опат болады. Сарбаздар амалсыз мынау ағаш түгел Байдәулетке қарата шегінуге мәжбүр болады. Көтерілісшілер 40 шақты адамнан құрылған шағын ғана жасақты тосқауылға қалдырып, кері шегінеді. Анталай қуған патша әскері мен ағаш түгел Тыныбай көңі маңында да ұрыстар өтеді. Сол Жағыпар бастаған, сосын Мұсабайдың Өмені деген ағаларымыз әскерлер, осылар сол Тыныбай деген көңге барып тығылады амалсыздан. Аттардың бәрі кетіп қалған, өздері жаяу қалған. Соның ішінде бұл шайқастың барлығын көрген Әлімжан деген сол кезде 17-18 жасар бір жігіт болған екен, негізі барлауға шолғынға жіберген. Олында атынан айырылып қалып, амал жоқ осы көтерілісшілерге келіп қосылады. Енді анау жас жігітті аяған болу керек ол кезде. Сол жердегі бір үйілген енді қидың арасына ол жігітті жасырып, өздері Тыныбай көңінің ішінде оқтар таусылғанша атысады. Патша әскеріне шамасы келгенше берілмей, есік терезеден сондай атыс болып, енді өздері де шығынға ұшырап, солай қырғын болып жатқан кезде бұлардың қоршауға түскенде берілмесін біліп, жазалаушы отряд жаңағы көңнің сыртына шөп үйіп, сол жерді өртеп жібереді. Көк түтінге тұншыққан сарбаздар сыртқа шығып, қоян қолтық шайқасқа түседі. Бұл да өспей беріспейміз деген сарбаздардың жанкешті әрекет еді. Енді айтқан Мұсабайдың Өмені дейді, 4-5 рет атқанда өзі 3-4 патшаның әскерімен шайқасып, 4-5-ші оқтан кейін барып құлады дейді. Өзі атпал сондай үлкен екі сімгенде азамат болса керек. Одан кейінгі жаңағы Жағыпар, ол да сол жерде сыртқа шығып айқаста қаза табады. Патшаның әскері бұл кезде жаңағы бәрі қырылғаннан кейін сарбаздарын, бұлар ешқайсы тұтқынға ештеңеге алынбайды. Сол Жағыпардың бет аузына кіреспен, қылышпен кейін енді өлгеннен кейін болса керек, бұлай кірес. Әбдіғапар мен Амангелді Имановтың 2 рет қатты тілге келіп, кейін қайта татуласқанын бұған дейінгі шығарылымдарда баяндаған болатынбыз. Оның бірінде бір үлкен мәселені Әбдіғапар Амангелді жоқта батыр інісінің келуін күтпей шешіп жүрсе, екіншісінде руластардың арасындағы жер және малға тиесілі жайылымға байланысты кикілжің орын алған еді. Екеуінде де Амангелді ізеттілік көрсетіп, үлкен рулас ағасынан кешірім өтінген деседі. 1919 жылы мамырдың 18-нен 19-на қараған түнде Амангелді Иманов Торғайда құпия жағдайда өлтіріледі. Ауыр қазан естіп, абдырап қалған Амангелдінің немерелес ағасы Көшімбек би есін жия келе батырдың өліміне кінәлі былай депті: сендер мені малға қызықты деп кінәлап едіңдер.
Енді мен мал алмаймын. Әбдіғапардың мойнына қыл шылбырды салып бердім. Енді кек алуды ойластырыңдар деген екен. Сөйтіп Амангелді Имановтың өлімін естігеннен кейін дала комиссары Әлби Жангелдин Торғайға келеді. Мұнда кеңес өкіметі орнап, Торғай уездік атқару комитетінің төрағасы болып Сейтқасым Көшімбеков сайланған болатын. Ол Амангелдінің өліміне байланысты тексеріс жұмыстарын жүргізетін комиссия құрды. Міне осы комиссияның шешімімен Амангелдінің өліміне қатысты деген ұйғарыммен Қыпшақ ханы Әбдіғапар Жанбосынов пен Алмасов Омар ұсталынып, ату жазасына кесілген дейді. Тағы бір Әбдіғапарды ұстауға Әбдіғапар Көгөлең деген жерде, неден Сарторғай мен Жыланшықтың екі ортасында Көгөлең деген жерде, сол жерде Жанбосының мешіт деген мешіт бар, Әбдіғапардың үй деген үй болған. Қазір орында жай ғана төпешіп қалған шығар. Сол араға жаңағы отряд келген ғой. Оның ішінде мектеп берген бар. Амангелдінің ағасы. Ол отрядты Әбдіғапарды ұстап әкелуге Әлби Жангелдин жібереді. Торғайға келеді. Бұл бертінде кәдімгі совет үкіметі күшейген кездегісі. Алып келіндірген. Соны Әбдіғапардың үйіне келеді олар. Келгесін осылай сізді алып кетеміз дейді. Оған не дейді? Ол кезде қару жарақ қолданса, Әбдіғапардың қару жарағы да бар, маңайының ағайын туысы да бар. Бірақ бұл атыспайды да, шабыспайды да. Әлгілерге жарайды, жақсы дейді. Әбдіғапарды тұтқындауға келген әскер хан үйінен қонағасын ішпекші болып жайғасады. Әбдіғапардың жұбайы Жәмила арнайы пісіріліп жатқан қуырдаққа у қосып бермекші болып оқталады. Әйткенмен көпті көрген әмір уды қосқызбайды. Бұл әскерді қырармыз-ау, кейін бұлардың да іздеушісі бар емес пе? Елге зәбірім тиер деп тоқтау айтқан екен. Сол сәтте Әбдіғапар. Сосын Әбдіғапарды сіз бізбен бірге жүріңдер деп ертіп әкетті. Ертіп әкетіп мына Радникті Зәуре деген жерде Жамантымақ Сағанақ деген болған. Болыпты, әжемнің айтысы ғой. Сағанақ деген үйіне барып, сол үйде болып, ас-су ішіп, бір-екінің маңайында кіріп шығып, енді қалайда ана кісіні өлтіруге айналған. Сосын ол кісі де біледі ғой, үлкен адам. Қарақтарыма жүрістерің түрі жаман болып кетті ғой. Мені екі бас намаз оқып алайын депті. Biz o kişi tanımazın ok bol, deretin alıp ok bol, jenim özüsünde şurgan eken deydi. Basın şarşanı şarında deyin, kısa gitken oldu. Biz o kişinin basın bir şapkanı kılıç öptüptü o. Ekin şapkanda can tapsarım deydi. Biz arılap, o kişini koyan eken. Azakta deyimiz. Yadağların balası kabinede Almatı'da 90 köp kaldı o kişi. Қаққан алғаш табылды қыр елінің ұланы. Торғай деген кәдімгі қазақтың Ленинграды деп жырлаған еді Сырбай ақын. Өткен тарихқа сол заманның көзқарасымен баға берілуі тиіс. Қара қазақ баласын хан ұлына теңгерем деп арпалысқан батыр бабалардың ерлігін қазақ даласы еш уақытта ұмытпақ емес, ұмытпайды да. Ер есімі ел есінде мәңгілік.